Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбекова Гүлнар Қабдулдановна. Біз бүгін балалар сіздермен қос теңсіздіктер тақырыбының екінші сабағын жалғастырамыз. Сабақ барысында балалар біз қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табамыз. Сан сәулесінде оларды белгілейміз және жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдануды үйренеміз. Қазір біз балалар сіздермен кім тапқыр ойынын ойнап жіберейік. Бірінші тапсырма. Бұл жерде балалар бізге былай деп тұр. А әріптері берілген жиынның ішкі жиынын құрайтын кем дегенде 5-6 сөз құрайық дейді. Ал енді бірге құрастырып жіберейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жақсы, тамаша. Ал енді осы сөздерді тексеріп жіберетін болсақ, қандай сөздер құраған екенсіңдер? Ат, ас, тас, ит, орман, тор. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма балалар. Жиындарының қайсысы x кем 3-тен теңсіздігінің шешімдер жиыны болады? Ойланып көрейік балалар. Дұрыс айтасыңдар. Олар әрине 0, 1 және 2 сандары. Есте сақта балалар, назар аударайық. Қос теңсіздіктерді шешу кезінде қалай пайымдауға болады? X артық 8-ден, кем 11-ден мысалы арқылы қарастырайық. X артық 8-ден және X кем 11-ден теңсіздігінің шешімдер жиынын табайық. X артық 8-ден теңсіздігінің шешімі 8-ден үлкен барлық сандар жиыны болады. Олар әрине 9, 10, 11, 12, 13 және барлық шексіздік сандары. X кем 11-ден теңсіздігінің шешімі 11-ден кіші сандар болады. Және олар өз суретімен жазылады балалар. Бұл сандар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осы жиындардың қиылысуын, яғни екі жиынға да ортақ сандарды табамыз. Олар әрине балалар, дұрыс айтасыңдар, 9 және 10 сандары. Бұлар сандар жиынның қиылысуы болады. Осы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Енді балалар, оқулықтағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада балалар қос теңсіздіктердің шешімдері жиынын сан сәулесінде табу керекпіз. Ол бізде берілген x кем 4-ден және кем 11-ден. Бұл теңсіздіктің шешімдер жиынын табатын болсақ, бұлардағы жиындардың ортақ саны 0, 1, 2 және 3 сандары. Бұлар қиылысудағы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Келесі тапсырма балалар. X кем 7-ден және x кем 11-ден теңсіздігі, қос теңсіздігі. Бұл жерде біз мына сан сәулесіне қарайтын болсақ, бұл жаңағы ненің екі жиынның ортақ болып табылатын сандары әрине 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандары. Бұлар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Ал енді балалар, сіздерге барлығы түсінікті болса, біз мына алған білімімізді бекіту мақсатында келесі тапсырманы бірге орындайық. Сан сәулесінен қос теңсіздіктің шешімдер жиынын табу керекпіз. Тауып,
жазу керекпіз. Бұл жерде шешімі олар 4, 5, 6 және 7 сандары. Келесі, енді балалар 4, x артық 4-тен және кем 10 сан сәулесінде қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын тауып жазайық. Әрине, дұрыс айтасыңдар, олар 5, 6, 7, 8, 9 сандары. Ал енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздер тақырыпты жақсы ұқтыңыздар деген оймен мен сіздерге үйге тапсырма беремін. Келесі үйге берілетін тапсырма: математикадан алған білімді ұмытпай, есте сақтайық. 10 тест сұрағы берілген. Оны сіздер білген академия порталынан ала аласыздар. Ал оқулықтан 9-шы тапсырманы үйге беремін. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен қош, сау болыңдар балалар.